Көптеген келіншектер бала емізіп бастаған кезде омырауы тілініп, трещина болып, жара болып, қанап үлкен проблема болып жатады. Трещина проблемасын алдын алу үшін жүктілік кезінен бастап әйел дайындалу керек. Ол үшін моншаға барып омырауын жібіту керек. Омырауды одан кейін вафельное полотенцемен ысқылап, омыраудың ұшын шығару керек деген рекомендация беріліп жатады. Бірақ бұл қыздар түбегейлі дұрыс емес рекомендация. Қазіргі таңда дәлелденген трещинаның алдын алуға арналған жалғыз ғана рекомендация бар. Ол жүктілік кезінде баланы дұрыс омырауға салуды үйреніп алу. Неге десеңіздер, мен сіздерге қазір трещина неге болатынын түсіндіріп кетейін. Дәл қазір тіліңізді жоғарыға қарай көтеріп таңдайыңызға тигізетін болсаңыз, сіз алдыңғы жақта қатты таңдай, артқы жақта жұмсақ таңдай бар екенін байқайсыз. Өйткені адамның таңдайы екі бөлікке бөлінеді. Алдыңғы жақта твердое небо, яғни қатты таңдай деп жатамыз, ал артқы жақта жұмсақ, яғни мягкое небо. Бала сіздің омырауыңызды дұрыс алған кезде, сіздің омырауыңыздың ұшы баланың артқы жақта орналасқан мягкое небо, яғни жұмсақ таңдайға тиюі керек. Сол кезде сізде ешқандай ауру сезімі де болмайды, емізген кезде трещина да болмайды. Ал трещина болатын жағдайда бала омырауды дұрыс алмағандықтан сіздің омырауыңыздың ұшы бергі жақта орналасқан қатты таңдайға тиеді. Яғни бала емген кезде сіздің омырауыңыздың ұшы баланың қатты таңдайына қайта тиіп, сол арқылы зақымданып, сізде трещина пайда болады. Сондықтан қыздар, қазір сіз жүкті келіншек болсаңыз, трещинаның алдын алу үшін сіздің жасай алатыныңыз ол баланы қалай дұрыс омырауға салу керегін үйреніп алу. Егер де сіз қалай баланы дұрыс омырауға салу керегін үйді үйреніп алғыңыз келсе, Алла қаласа келесі апта мен тегін тікелей эфир өткізетін болам. Ол жерде толығымен көрсететін болам. Эфирге тіркелу үшін осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып жіберіңіз.